оқу жылының басталуына да аз уақыт қалды. Барша ата-ана баласының қамын жасап, мектеп жабдықтарын түгендеуге кірісіп кетті деуге болады. Әсіресе мектеп формасын таңдауға келгенде бірі бағаға, енді бірі сапаға қарап жатады. Бізде бүгін қалыс қалмай, бағаларды білуді жөн көрдік. Алдымен біз былтырдан бері барлық мектепте бірыңғай форма киюге болатынын ескеріп, отандық кәсіпкерлердің саудасы тоқтап қалмады ма деген мәселені қаузап көрдік. Себебі ата-анада таңдау мүмкіндігі көбейгендіктен бұл отандық бағаға әсер ететіні анық. Бірақ кәсіпкер Бейбіт Марденбайқызының сөзінше баға аса өзгере қоймаған. Біздің кәсіпке ешқандай зияны келген жоқ. Өйткені өте ыңғайлы, бағаларымыз ортадан кішкене жоғары, өйткені сапасы жоғары. Біздің мысалы қызға киетін көйлектерді алатын болсақ, біздің дүкенде 6000-нан болатын болса, басқа дүкенде осы сапалы, осы товарлар 12100, 12500-ден. Иә, бұл дүкендегі баға. Кейбір форма түрлері Ресей мен Түркиядан келетіндіктен олардың да құны басқаша. Бірақ қалай болғанда да кәсіпкер бір балаға қажетті мектеп формасының бағасы 20 000 теңгеден аспайтынын айтады. Бір балаға, бір форма 18 000-нан аспау керек. Біз сол сегментте тұрамыз. Бізде 18500, даже 16500-ге алуға болады, 3 комплекті, или 18900-ге алуға болады. 20-дан аспайды. Егерде ата-ана өзі білет, қосымша кофтаға қосымша пиджак алам десе, немесе тағы да қыстық шалбар алам десе, онда әрине 25 000, 30 000-ға дейін барады. Ал ата-аналар болса жылына бір баланы бастан аяқ киіндіруге кемінде 50-60 000 теңге кететінін айтады. Былтырғы бағадан көрі биылғы баға кішкене көтерілді, бірақ жеріну қалтаның шамасына қарай алып жатырмын. Қызыма бір юбка, бір кофта алдым, өскіні 10 000-ға, юбканы 6500-ге. Енді жайлап ала береміз сары қарай. Дүкендердегі бағаны көрген соң біз базар бағасын білуді де жөн көрдік. Мұндағы баға дүкендікіне қарағанда арзан, әрі отандық тауарларды мүлде кездестірмейсіз. Мектеп формаларының көпшілігі Қырғызстаннан келеді. Бағасы өзгерген жоқ, былтырғыдай эле сеналардың бәрі. Бір 15 000 болады, около солай болады. Бәрі спортивкасы, блузкасы, кофтасы, юбкасы бәрі бірігіп, где-то 15 000 болады. Тек киімнің өзіне мысалы 70 000-дай жұмсаймын баламның. Ол енді барлық мектеп киімдерді аламын ғой, ол кезде спортивкасы бар, жаңағы. Сосын бір-екі алмастырып киетін жаңа шалбары бар, юбкасы бар, кофтасы бар дегендей. Байқағанымыздай баға әр жерде әр түрлі. Тіпті арнайы сауда орындарындағы баға мүлде басқа. Дүкенде қыздарға арналған трикотаж кофтаның бағасы 6500-7000 теңге аралығында, юбка 5000-8000 теңге, жемпір 4500-5800 теңге аралығында болса, шалбар 6500-8000 теңге арасында. Ал ұлдардың формасы қыздардікіне қарағанда сәл арзан. Көйлек 5500-6500 теңге болса, шалбар 5500-6500 теңге болады. Жемпір 4500-5800 теңге аралығында. Базарда бір кофтаны 3000 теңгеге алуға болады. Бір тұтас мектеп формасына кемінде 12 000-15 000 теңге жұмсалады. Ал бұл қаражаттың үстіне туфли, спорт киімі, жазу сызу құралдары, сөмкесін, ұсақ-түйек заттарын тағы қосыңыз. Сонда жалпы жұмсайтын қаржы 70-80 000-ға жуықтайды. Маржан Нүсіпбек, Қоблан Өтегенов, арнайы Қайырлы таң үшін.